Петропавл қаласының тұрғыны Александр Буйнов бала кезінен бастап кемелердің макетін жасаумен айналысады. Бүгінгі күнге дейін 200-ден астам кеме жасап үлгерген шебердің қолында қазір 4-еу ғана қалған. Жоқтан бар жасайтын шебер мұндай туындыларды жасау үшін қанша уақыт жұмсайды? Оны тілшіміз Самат Сапаралы біліп қайтты. Александр Буйновтың теңіз кемелеріне деген қызығушылығы бала күннен оянып, 10 жасынан бастап түрлі кеме, қайықтардың макетін жасай бастайды. Арман жолында кеме жүргізушісі оқуын тамамдағанымен жол құрылысының маманы қызметін атқарады. Бүгінгі күні 2-ші дәрежедегі мүгедек санатындағы шебер бос уақытын өзінің сүйікті ісіне арнауда. Занятие это с детства, с раннего детства. Кеме жасау ісімен 50 жыл көлемінде айналысып келемін. Бұрындары жұмыс бабымен бұл іске аса бет бұрмағанымен қазір енді қайта қолға алдым. Жұмыс істеп отырып, айналамдағы барлық нәрсені ұмытып, дем алып қаламын. Мына кемені қашықтықта тұрып басқаруға болады. Аппаратын кәдімгі балалар ойыншығынан алдым. Оны алға, артқа немесе кез келген бағытқа бұруға болады. Кеме шеберінің бір істі аяқтауына 2 ай шамасында уақыты кетеді. Егерде бар бос уақытын арнайтын болса әрине. Олай болмаған жағдайда бұл мерзім 1 жыл көлеміне дейін созылуы мүмкін. Ал мұнау көне заманның кемесін жасауға 15 жыл уақытын жұмсаған. Модель колесного буксирного парохода. Мұндай пароходтар 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында қолданылған. Оны жасап шығуға 15 жылдай уақытым кетті. Өйткені араға біраз жыл салып жұмысым тоқтап қалды. Міне енді биыл жаңа жылдан кейін ғана жасап бітірдім. Ал мынау америкалық кеменің баламасы. Соғыстан кейін шығарылмай қойды мұндай кемелер. Мұндай кемелерді жасап шығару үшін арнайы жабдықтардың қажеті жоқ дейді Александр Буйнов. Ағаш, қатырма қағаз, пластмасса мен жез болса жеткілікті. Ақсақал өз сияқты кеме шеберлерін жолықтырып, тәжірибе алмассам дейді. Самат Сапаралы, Ерлан Қалиев, ақпарат.